құрметті достар, сіздер Житалықстың 4-ші бөлімінде көріп отқаным өте қуаныштымын. Бүгін біздің айдарымызда кішігірім өзгеріс. Бүгінгі айдарда мен Исламбек Абдымәжит жүргізетін боламын. Көп ұзамай сіздерді бүгінгі қонағымызбен таныстырар болсам, Алматы технологиялық университетінің 2-ші курс студенті, жастар интеллектуалды пікірсайыс клубының орта буыны Шәкір Камила ханым. Қайырлы күн, баршаңызға. Қайырлы күн. Шәкір Камила ханым, жалпы қазақта бірінші кезекте аман сау сұраса, жағдайыңыз қалай, денсаулығыңыз? Шүкір, бәрі жақсы, өзіңіздің қалыңыз қалай? Өзімнің қалым жақсы. Сабақтарыңыз қалай? Онлайн оқу қиындық туып жатқан жоқ па? Қиындық жоқ. Былай тырысып болады сабақта. Камила ханым, сізден мына нәрсені білгім келіп жатыр. Сіз өзіңіз жалпы стиль деген дүниеге жақындау адамсыз, иә? Қазіргі таңда Қазақстанда өзінің стилін қалыптастырғысы келетін адамдар күн санап артып келе жатыр. Бірақ өзінің стилін қалыптастыру процесі Қазақстанда шетелге қарағанда төмен қарқынмен жүріп жатыр. Бұның себебі неде және осы туралы өзіңіздің ойыңызды білдіріп берсеңіз? Қазір Қазақстанда бұл саланың енді ғана дамуының негізгі себебі біздің қаржылай жағдай, Қазақстан қаржылай жағдайы қазіргі кезде енді жақсарып келе жатыр. Және енді шетелдік брендтердің өзі сұраныс көп жерде өздерінің филиалдарын ашады. Және біздің жағдайымыз енді жақсарып келе жатқандықтан қазіргі кезде де Қазақстанда енді брендтердің филиалдары ашылуда. Сол ұнайды. Өте керемет. Жалпы мына нәрсені білгім келеді. Стилист деген кім және оған қандай жағдай туындатуға болады, және де осы стилистің 3 ерекшеліктері мен артықшылығын атап берсеңіз? Қазіргі кезде стилист имиджмейкер мамандығы өте Қазақстанда енді актуалды болып жатыр. Камила ханым, жалпы мен да туралы әңгіме қозғағым келіп отыр. Стилистер жайлы. Өзіңіз стиль деген дүниеге өте жақын адамсыз. Жалпы қазіргі таңда Қазақстанда өзінің стилін қалыптастыратын адамдар күн санап артып келе жатыр. Бірақ осы процесс шетелге қарағанда бізде төмен қарқынмен дамып келе жатыр. Бұл неліктен? Сіздің сөзбен келісемін. Қазіргі кезде Қазақстан енді ғана ахуалы жақсарып келе жатыр деп айтсам болады. Сондықтан да шетелдік брендтер енді осы Қазақстанда да өзінің филиалдарын аша бастады. Яғни бұл қазіргі кезде халықтың бұрынғыдай барахолка немесе базарға барып киінген орнына сән үйлеріне барып киінгенді көбірек сән үйіне баруда. Қалай дейсіз оны? Демек қалалар осындай деген сөз. Жалпы мына сұраққа жауап беріп өтсеңіз, стилист деген кім? Ол жұмыс істеген кезде оған қандай жағдайлар туындату керек, және де осы стилистің 3 артықшылығын атап берсеңіз? Стилист қазіргі кезде халық көбінесе стилист имиджмейкердің көмегін алуда. Яғни бұл жерде стилист имиджмейкер деген кім деген сұрақ туындайды. Оның өзі стилист имиджмейкер бұл адамның сыртқы келбеті, визуалды образын жасайтын адам. Яғни оның негізгі мақсаты сол адамның сыртқы ерекшеліктері. Мысалы сізге келетін болсақ, сіздің плюсыңыз, мысалы бойыңыз ұзын ғой. Яғни сол ерекшелігіңізді сіздің көрсете отырып, сізге дұрыс образ жасап беру. Яғни бұның негізгі мақсаты стилистің сондай болып табылады. Және саясатта да көп адамдар, мысалы, бұл маман несін қызметін алуда. Оған мысалы саясаткерлер, мэр, екінші Елизавета ханшайымды айтсақ болады да, олар арнайы бір сөз сөйлеуге шыққанда, немесе жиналыста, яғни олардың өзінің образын жасау үшін осы мамандар көмектесуде. Бүкіл жерге мысалы барғанда адамның қалай киінгеніне қарай қарсы алады емес пе? Ал шығарып салғанда оны ақылмен шығарып салады. Сол сияқты бұл саясаткерлердің де бірінші впечатление дейді. Кешіріңіз орысша қосқанда сол бірінші впечатленияны осы сырт келбетке образға қарап болады. Сондықтан да бұл көп жерде сұранысқа ие мамандық болып табылады. Енді келесі сұрағымызға келсек, негізгі 3 ерекшелік. Бұл мамандық былай қарасаңыз ешқашан жұмыстан қуып жібереді деп қорықпайды бірінші ерекшелігі. Өйткені ол ешкімге тәуелді емес жұмыс істейді. Ал екінші ерекшелігіне келетін болсақ, әрдайым соңғы
студенттер біледі, және бұл адам мысалы біз сияқты 4 жыл оқып, сол арқылы білімді ала салмайды. Ол білімді алады, бастапқы базасын алады. Бірақ та болашақта ол әр күн, әр сағат ол даму үстінде болу керек. Өйткені қазіргі кезде сын әлемі бір тұрақты бір білім жоқ ол әрқашан даму үстінде болу керек. Бұл маман иелері енді сонымен қатар үшінші ерекшелігі ол басқа мамандықтарға қарағанда көбірек табыс көзі болып табылады. Өйткені қазіргі кезде сол қанша сумма теңгемен келтіре аласыз ба? Аха, келтіріп кетейін. Мысалы, сіз енді бастап отырған стилист имиджмейкер болсаңыз, сағатына Қазақстанда мысалы минимально ол 20 мың теңге болып табылады. Ал бір адам жаңа шопингқа барған кезде кемінде 3 сағат жүреді ол жерде. 1 сағатта бүкіл киімді таңдап алу мүмкін емес. Және 3 сағат ойлашы, бір күнде 3 сағат жұмыс істеп, 60 мың теңге табу деген Қазақстан үшін нормальный айлық болып табылады. Демек, мен 6 сағат стилист болсам, бір ай азық-түлік өнімдерінің технологының айлығын шығара аламын, Солай десе де болады. Өте керемет. Келесі, жалпы стилист мамандығы Қазақстанда оқыта ма, университеттерінде деген сияқты? Иә, біздің мысалы қазіргі кезде қазіргі мен оқып жатқан мамандығым өзі соған жақын болып табылады. Яғни мен де осы бітірген оқумен ары қарай осы мамандықпен жұмыс істеп кетсем болады, стилист имиджмейкер. Сонымен қатар егер де универ бітіргіңіз келмей тез арада оқығыңыз келсе, онда арнайы курстар бар. Яғни ол мысалы бір апталық, бір айлық курстар бар. Сонымен қатар мектептер бар. Ол мектептерде мысалы 4 ай оқытады мектептерде. Оның былай орташа есептегенде оның бағасы 300 мың, 400 мың тұрады. Ал универде оқысаң, әрине көбірек болады. Рахмет сұрағыңызға. Камила ханым, жалпы осы сән өнерін үйрететін бізде Қазақстанда университеттер бар. Бірақ саны мен сапасы жағынан олар бәсекеге қабілетті емес, өкінішке орай. Жалпы осы мықты стилист болу үшін қай жерде оқыған абзалырақ? Келсем, қазіргі кезде Қазақстанда саны аз. Бұл мамандық бойынша оқыту мекемелерінің және сапасы өте төмен болады. Ал шетелдерді алып қарасақ, шет ел мемлекеттерін Италия, Түркия, Америка, яғни Еуропа мемлекеттері көбісінде бұл сала кәдімгідей дамыған, және бұларды оқытатын мекемелердің саны көп, және сапасы жоғары болып келеді. Және біз Қазақстан егер де қазақ бір қызы стилист болғысы келсе, оның Қазақстанда білім алғаннан гөрі шетелге барып білім алғаны жөн болар деп ойлаймын. Бірақ та ол сол жақта білім алу арқылы Қазақстанға қайтадан келсе, ол адамға сұраныс кәдімгідей көбейеді. Өйткені оның алған білімі Қазақстанда алған баланың білімінен әлдеқайда жоғары болып табылады. Сондықтан да бұл егер де стилист имиджмейкер егер сән саласында жұмыс істегіңіз келсе, онда шетел мемлекетінде опытыңыз немесе білім алған жөн болады. Шетелде оқу демекші. Қазіргі таңда Қазақстанның жастарының көбісі шетелде оқуға қызығады, құмартады. Бірақ жалпы ағылшын тілін білу бойынша соңғы зерттеулерге сәйкес Қазақстан ағылшын тілін жалпы осы шетелде оқу тақырыбына келетін болсақ, жалпы осы шетелде оқу демекші. Соңғы кездерде қазақ жастарының көбісі шетелде оқу тақырыбына өте қатты қызығады, біздің тиісті көрермендерімізде. Бірақ соңғы зерттеулерге сәйкес Қазақстан азаматтары ағылшын тілін білу бойынша шамамен бір ортаңғы орындарды алады екен. Қателеспесем, 7-ші орында ма, 60-ші орында ма. Жалпы ол қалай, көбісі ағылшын тілін білмейді, бірақ шетелде оқысы келеді. Жалпы осындай жайлы қандай мүмкіндіктер бар? Иә, қазіргі кезде ағылшын тілі өте актуалды тіл болып табылады. Егер сен тіл білмесең, сен жұмысында жоғарылау сияқты нәрселер болмайды. Тиісінше, егер де сен жақсы жерде оқығың келсе, сен тіл білуің керек деген нәрсе біздің санамызда қалып қалғанда, бірақ та біз өзіміздің көп мүмкіндігімізді білмейміз. Яғни ол көп адамдар ізденбейді ме ол тақырыпқа, сондай болып тұр да. Мысалы, қазіргі кезде Грузия, Польша, Чехия мемлекеттерінде өте көп
осы мысалы стилист мысалы мамандығы бойынша да басқа мамандық бойынша да көптеген проекттер бар. Яғни сен грант ала аласың, стипендия ала аласың, сол жақта оқи аласың. Сен егер де тіл білмеу ғана сенде қиналып тұрсаң, тіл білмегенде, ол да саған жаңағы кедергі болмайды. Өйткені олар алдын ала бір жыл өздері тіл үйретеді. Яғни шетел студенттерде көптеген мүмкіншіліктер бар, бірақ та біз оны қазіргі кезде дұрыс қолдана алмай жатырмыз. Жалпы Камила ханым, өзіңіз осы стильге байланысты мамандықта оқисыз, осы саланы зерттеп жүрсіз. Қазір таңда Қазақстанда көп адам өзінің стилін қалыптастырғысы келеді. Осы кісілерге айтар сөзіңіз, берер кеңестеріңіз? Бұл адамдарға айтар кеңесім, әр адамның өзінің стилі болады. Және де трендті қойлап, мысалы жыл сайын егер де бір жылдары оверсайз мода болса, ол сенің сол киімді киюің керек деген сөз емес. Яғни сен өзінің стилін, өзінің жаңағы ішкі жан дүниеңе байланысты стилің болады. Және соған байланысты әр адам киюі керек. Және де бұл мен айтқан сөзім міндетті түрде барып дизайнердің бір қымбат киімін алу емес. Әр адам қарапайым барахолка немесе Бэквалкта жаңағы Вайкики немесе бюджетіміз көтеріп тұрса, енді Зараға барып киінсеңіз болады. Бұл жерде ешқандай шектеу жоқ. Яғни адам өзіне ыңғайлы, өзіне сай, жаңағы мінезіне сай өзі киім таңдап кию керек. Жауабыңызға рахмет. Енді келесі сұрағыма өтетін болсам, жалпы болашақ туралы сөз қозғалып отыр. Жалпы осы стилистиканың Қазақстандағы болашағы. Қазақстанда болашағына келетін болсақ, бұл қазіргі кезде бізде техника, IT саласы дамып келе жатыр. Бұрында мысалы біз 10 жыл бұрын қазіргі біз деңгейге жетеміз деп ойлаған жоқпыз. Қазіргіде бізде жаңа смартфон, телефондар болады деп ойлаған жоқпыз. Сол сияқты бұл да біз 10 жылдан кейін Қазақстанда не болатынын білмейміз. Бірақ та бұл Қазақстанға енді кіріп келе жатыр және де даму үстінде. Камила ханым, келесі мына нәрсе жайлы білгім келіп отыр. Қазіргі таңда көптеген адамдар, көбінесе қыздар өзінің стилін қалыптастырғысы келеді, немесе өзі стилист, немесе бір бренд ашқысы келеді киімдерін. Бірақ оған көбісінің өзінің профессионалды білімі, профессионалды мамандығы оған сай келмейді. Біреу дәрігер болып жүріп армандайды, біреу мұғалім болып жүріп армандайды. Білім дегені осы барьерді біз қалай алып тастай аламыз? Адамдардың ойынан көбінесе. Мысалы дәрігер, мұғалім болып, сен стилист бола алмайсың деген шектеу жоқ. Яғни сен дәрігер, жаңағы мұғалім болсан да, кім болсан да, сен жан-жақты іздену арқылы сол нәрсені үйрене аласың. Тек қана ізденіс керек болып тұр. Яғни қазіргі кезде ең актуалды GQ, Базар сияқты журналдар бар. Сен ол журналдарды қарай отыра, соңғы трендтерді біле аласың, немене үйлесетіндігін сол жақтан оқып біле аласың. Сонымен қатар қазіргі кезде ең әлеуметтік желі өте қарқынды даму үстінде ғой. Яғни қазіргі кезде көптеген стилистердің тегін марафондары, бір апталық, бір айлық курстары бар. Егер сен сондай курстың, 3 айлық курсын мысалы оқысаң, сен дайын жаңағы стилистсің дей аламын. Өйткені белгілі бір шектеу жоқ бұл мамандықта. Мысалы, жаңағы, егер де сен осының маман стилист болып, белгілі бір бренд ашқың келсе де, шектеу жоқ. Өйткені қазіргі кезде Зараны ашқан адамды, Луи Виттонды ашқан адамдарды белгілі бір күшті білім алған жоқ олар өз кезінде. Яғни олар да сол көптеген ізденістер арқылы, сол арқылы мысалы ашты. Достар, айтпақшы факт есіме түсіп отыр. Луи Виттон кезінде үйінен қашып кетіп, чемодан сату арқасында өзінің бір стилін ашқан болады. Камила ханым, бүгінгі сұхбатыңызға өте үлкен рахмет. Жалпы осы стилистика туралы да біраз ақпарат біліп алдым. Жалпы көрермендерімізге де қызық болады деген ойдамын. Енді осы соңғы сөзіңізді көрермендерімізге жолдасаңыз. Сіздерге айтарым, мүмкін емес нәрсе жоқ. Барлық шектеу тек біздің басымызда. Яғни сіздер трендті қумаңыздар, әркімде өзінің стилі болады, және сол стилді дамытыңыздар. Ал егер сіздер стилист болғыңыз келсе,
да шектеу жоқ. Сіз дәрігер бола тұра, мұғалім бола тұра, сіз бола аласыз. Тек қана іздену керек, және де бұл көп ондай уақытты алмайды. Кез келген уақытта, бос уақытыңызда сіз ізденіп көрсеңіз болады. Жалпы сізге өте рахмет. Осымен 4-ші бөлімі аяқталды. Назарларыңызға өте үлкен рахмет.